Баршаңызға сәлем, сіздермен Алуа. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен тандыр самсасын дайындайтын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай сорпасымен ең алдымен електен ұнымызды өткізіп, бір қасық тұз, бір қасық оливье масло, бір қасық уксусымыз қосып, 150 грамм суымызға елейміз. Жақсылап билеп, ең қандырып, қыздар осы кез айта кетейін, бос қып орташа дәрежеде елейсіздер. Неғұрлым бос елесеңіздер, жұмсақ қып піскенде қамырларыңыз нәзік, жұмсақ, дәмді болады. Қаттылау елеп қойсаңыздар, нандарыңыз кішкене қаттылау болып қалады. Сол себепті нандарыңызды бос елейсіздер. Жақсылап басып, ең қандырып, осылай жақсылап басып, ең қандырып, жарты сағатқа қыздар демалдыруға жібереміз нанымызды, қамырымызды. Енді кезекте мен май турап жатырмын. Қойдың құйрық майын, самсамыз дәмді майлы болу үшін дәл осылай турап аламыз, бәрін ұсақтап. Самсамыз майлы, дәмді болу үшін енді кезекте ет тураймыз. Қыздар, кез келген етті турасаңыздар болады. Мен сиыр етін турап жатырмын. Дайын фарш қоссаңыздар да болады. Мясорубкадан өткізсеңіздер де болады. Маған осылай ыңғайлы, қолмен тураған. Дәл осылай бәрін қолмен турап аламыз. Етіміз дайын. Енді кезекте пиязымызды тураймыз. Пиязымызды дәл солай көріп тұрғандарыңыздай ұсақтап турап аламыз, қыздар. Көріп тұрғандарыңыздай. Ендігі кезекте дәмдеуіштер тұздарын саламыз. Қара бұрыш, тұз саламыз. Қыздар, осы кезде айта кетейін, жарты кружка су қосасыздар. Жарты кружка су қосасыздар, жақсылап араластырып, осылай көріп тұрғандарыңыздай. Енді кезекте нанымызды бір басып, демалдырып алып, енді жақсылап кесетін боламыз. Кесіп, көріп тұрғандарыңыздай, өздеріңіз ыңғайлы қылып істейсіздер. Осы кезде нанымызды жаямыз. Салмасын салып түйетін боламыз. Мына бірінші әдіс, мен түйіп жатқан. Сіздерге енді үш түрін көрсетемін бүгін. Мынау біріншісі. Дәл осылай түйіп аламыз. Нанымызды шетінен жайып, шетінен демалдырып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай. Жақсылап билеп, осылай. Енді кезекте қазір хит болып жатқан самсаны түйеміз, қыздар. Кез келген столдың сәнін келтіретін самса осылай жасасаңыздар болады. Өте керемет, ерекше, әсемдеу, өздеріңіздің еркілеріңізде кез келген столдың сәнін келтіретін болады. Дәл осылай тағы жасаймыз, қыздар. Көріп тұрғандарыңыздай астын кесіп аламыз. Қазақи нақышта бір қарап тұрсаңыздар, өте керемет түйілді. Осылай түйеміз тағы да. Жақсылап түйіп, астын пышақпен артық жерін алып тастап, дәл осылай үшеуге, екі өрімге өрсеңіздер болады, қыздар. Ол қалауларыңызша, өздеріңіздің, маған осылай ұнады. Енді кезекте, қыздар, нанымызға салмаларын саламыз осылай. Неғұрлым мол салсаңыздар, соғұрлым дәмдірек шығады самсаларыңыз. Мен бәрін осылай бәріне теңдей бөліп салып алдым. Көріп тұрғандарыңыздай, енді жақсылап отырып түйетін боламыз. Ендігі мынау үшінші әдісі, бұл да кез келген столдың сәнін келтіреді, қыздар. Міне әдемі болып түйілді. Бір жасағанда шығатын самсамыз. Ең оңай әдіс. Міне кез келген дастарханның сәнін келтіреді, қыздар, қараңыздар. Сіздер де осылай түйіп жасап көріңіздер. Бір жасағаннан шығады, өте дәмді. Дәл осылай түйіп аламыз, шетінен алып отырамыз, қыздар. Манта түйген сияқты, міне. Міне осылай түйіп аламыз. Мен ендігісін осылай жасайтын болам, қыздар. Дәл осылай жасап, енді табамызға салып, табамызға саламыз да. Осы кезде пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз. Жұмыртқамызды жағып, бетіне әдемілеп жағып аламыз. Бәріне бір келкі қып. Қазіргі хит самсамыз мінекей.
югурская самсамс. Енді бетіне күнжітін себеміз әсемдеп. Күнжіт сепсеңіздер де болады, сеппесеңіздер де болады. Вот мінекей дайын. Енді ыстық пешке жібереміз. Міне самсамыз дайын болды қыздар. Көріп тұрғандарыңыздай өте